Бұл фильм 16 жастан асқан көрермендерге арналған. Кейіпкерлер мен оқиғалар ойдан құрастырылған. Кез келген ұқсастықтар кездейсоқтық. Ас болсын, қызым, жей ғой. Сен тойып жеу керексің. Күшің көп болады сонда. Бүгін ешқандай түс көрген жоқсың ба? Жоқ, көрмедім. Көңіл күйің жоқ қой. Қазір біз оны көтереміз. Мен саған торт кесіп берем. Сұлу? 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 Қалайсыңдар? Виски құшман. Қайда әлгі бастық сымақтар? Не болып кеткесіңдер вообще? Жұмыс қайда, клиенттерің қайда? Нені түрлерің? Шаштарың жуылмаған. Чөзі без порядок. Рубашкаларың да үтіктелмеген. Мен жоқпын ғой өткен. Донша! Қайда ол? Данияр! Біз жалғыз алыш. Данияр, өтініш, мені қайтадан жұмысқа алшы. Маған ақша керек, маған жұмыс істеу керек. Сен қызым мені таңғалырдан жалықпайсың. Саған білесің бе, былай отырған жараспайды. Жаным, отыршы. Отыршы. Данияр, мен саған енді қарсы шықпайым. Мен жұмысқа алшы. Жұмыс ол проблема емес. Шешілетін әңгіме. Жаңа ақша керек дедің бе? Иә. Қоймайшы. Иә, маған ақша керек. Ақырмайшы. Ақша керек. Болды. Береміз. Если что, кстати, менің алдымдағы айтқан ұсынысым есіңде ме? Сол стиле. Қандай ұсыныс? Қалай айтсам екен? Давай еще раз. Біздің болашақ үшін. Мен төсектес болсам. Мен саған 2-3 миллиондай ақша берем. Кереметсің сай? Сен мен кім деп тұрсың? Если что, ол прибыльный бизнес. Қарлығаш, жалпақ тілмен айтқанда, бүгінгі күнге сұлудың иммунитеті әлсіреп бара жатыр. Ота жасатқан өзінде де денсаулығы көтере алмайды. Енді бойында керекті витаминдер жоқ. Енді бір ғана амалы бар, немістің А64 деген капсулалары. Ол Астанада форма рака деген клиникасында. Мен сіздерге тапсырыс берейін. Бірақ жаман жаңалығым бұл өте қымбат капсулалар. Бір пачкасында 7. Ал сіздерге 14 капсула қабылдау керек. Сол 14 капсуласын бірдей қабылдамасаңыздар болмайды. Сондықтан қорыңыздан 12 миллион шешіп беріңіздер. Жақсы, түсінікті.
Ендеше мен Инстаграмдағы қорға жаңадан хабарлама айтайын. Бірақ сізден бір өтініш, маған чек шығарып берсеңіз, мен оны халыққа көрсетуім керек. Жақсы, ол жағынан көмектесейік. Рахмет. Бала, сен әлемді бағындырам десең залға кел. Түсіндің бе? Все, давай, связь закончу. Балақта бейт басқа шық. Ренат, қалайсың? Тыңда мені. Тыңда деймін. Ана досыңды сыйласаң, сен оның жөніне жібер, мазасын алма. Әлде оны да миын ашып жүрсің ба сен? Қаланы жамандап. Өз арманыңа жете алмайды екенсің, басқаның мақсатына бөгет жасама, түсіндің бе? Одан мүгедек шешеңе қарай үйге барда. Ақыр жұмыс істемейсің. Бол, давай. Құрметті қазақстандықтар, мен бүгін сіздерден ерекше өтініп сұрайым. Өздеріңіз білетін сұлу қызымыздың ауру асқынып, бүгін талып қалды. Оған дәрі-дәрмек қажет. Сіздердің арқаларыңызда жиналған 6 миллион теңге бар. Ал дәріміз 12 миллион теңге тұрады. Оның өзі 2-ақ жетіге жетеді. Бізге көмек өте қажет, құрметті мұсылман бауырлар. 100 теңге болса да, тым болмаса осы видеоның тарауына себеп болсаңыздар. Біз сіздерден көмек сұраймыз. Көмектесіңіздерші. Керемет жауап болды. Олай болса, келесі сұрағымызға көшейік. Енді сізді мына бүкіл қала білет, үлкен кәсіпкер ретінде, бизнесмен ретінде, енді сіз әкеңіздің жолын қуып, болашақта мемлекеттік қызметкер ретінде, болмаса қалалық мәслихатта қызметті көріп қалуымыз мүмкін бе? Және де әкеңіздің салған жолмен сіздің жол бір-біріне ұқсайды деп ойламайсыз ба? Өте орынды сұрақ, Ренат мырза. Ол екеуі екі түрлі жол. Мен қазір бизнес саласында болғанымен, таңертең не болатынын білмеймін. Ол бір жаратушыға аян. Өзіңіз білетіндей, менің әкем бұл қаланың өсіп көркеюіне өз үлесін қосқан адам. Егер де менде дәл сондай мүмкіндік болса, халыққа пайдам тисе, менен асқан бақытты адам жоқ. Мен сізге айта кетейін, мен әкемнің фанатымын. Әкемдей азаматқа мен теңеп отырғаныңыз мен үшін ол үлкен мәртебе және құрмет. Демек, біз сізді болашақта мемлекеттік қызметкер ретінде көріп қалуымыз әбден мүмкін. Әбден мүмкін. Жақсы, енді мынау мемлекеттік қызметпен бизнес алып жүрген азаматтар біздің қаламызда өте көп. Солардың бірі сіздің әкеңіз. Оған деген көзқарасыңыз қалай? Енді жаңа өзіңізге айта кеттім ғой, Ренат мырза. Егер де менің халқыма мен пайдам тисе, мен қашпаймын. Егер халқым маған сеніп үлкен қызметті сеніп тапсырса, мен халқыма көмектесуден еш ерінбеймін. Солай. Енді Құдай қаласа, сіз сияқты мықты азаматтар жоғары жақта орын алады деген ойдамыз. Рахмет. Енді Данияр мырза, сізді депутат бола тұра, мына қаламыздағы басты проблема түнгі клубтарды жабу сіздің бірінші мақсатыңыз болады деген ойдам. Осы жерден қателестіңіз, Ренат мырза. Неге барлықтарыңыз клуб жастарды құртады деп ойлайсыздар? Оның екінші жағы да бар емес пе? Кішкене жақсы жағын ойласаңыздар. Түсінбей отқан шығарсыз, мен сізге түсіндірейін. Қаламызда клуб жоқ дерлік. 90-шы жылдардағыдай даланың бәрі теп-тегіс. Көше бойда тек орындықтар ғана. Жастар не істейді? Ішкілікке салынады. Тәртіп бұзу көбейеді. Ал статистикаға сүйенсек, клуб, лоунж-барлар келгелі бері қаламызда тәртіп бұзушылық азайды. Яғни, жұмыстан шыққан жастар, яки оқудан шыққан жастар өздерінің іштеріндегі жынын шығарып, серігіп отыратын жерлері бар. Ол жағымен толықтай келсем, енді Данияр мырза, сіз өзіңіз білесіз, қазір қаламыздағы үлкен проблема түнгі клубтарда наркотик, синтетикалық заттар өте көп таралуда, өте көп сатылуда. Соған деген сіздің көзқарасыңыз қалай? Ол өсек. Өсек? Өсек. Жарайды, екіншіден рас дерлік. Бірақ біздің клубта нашақорлыққа жол жоқ, яғни есік жабық.
көзіңіз келсе етіңіз, біздің қалада 5 клуб бар дедік. Соның 4-еуі нашақорлықпен айналысады. Біздің клубқа ол жол жоқ. Яғни есігі жабық. Оның өзі жеңіс емес пе? Дұрыс па? Менің әкем қалалық мәслихаттың депутаты. Егер де мен осындай іспен айналысқан күннің өзінде әкемнің маған деген көзқарасы қандай болады? Яғни біз түбегейлі отбасымызбен нашақорлыққа қарсымыз. Жақсы, керемет, толыққанды жауап болды. Енді онда келесі сұрағыма көшейін. Мына сіздің әкеңіздің жаңадан ашып жатқан құрылыс компаниясы туралы. Сол туралы не дейсіз? Ол сұрақты енді маған емес, тікелей сол компанияның басшысы, яғни Сәкен мырзаға қойсаңыз, сізге тікелей жауап береді. Демек, сіздің әкеңіздің ашып жатқан компаниясының басшысы басқа біреу дегіңіз келіп тұр ғой? Иә. Менің әкем қан тамыр таныстарын үлкен қызметке тағайындамайды. Егер адам баласының қолынан ол іс келіп тұрса, айналыссын дейді. Менің де қағидам дәл солай. Сәкен мырзаның қолынан ол іс келіп тұрса, мен тек қана сәттілік тілеймін. Жақсы, Данияр мырза, уақыт бергеніңізге, сұхбат бергеніңізге үлкен рахмет. Сізге де рахмет. Аман болыңыз. Макс, петлішкені шешіп берсең болды. Осы сен, Сәкен, Даниярдың клубы жайында білесің бе? Мен ол жерге барып көрген жоқпын, бірақ жастарға ұнайды деп естігем. Ендеше сен сол клубқа барда, сол жақтың мән-жайын анықтап қайшы. Содан кейін отчет, налог дегендерін бір көре сал. Өйткені ол баланың мұрнына отчеттардың иісі де бармайды. Жақсы, қабылданды, барып қайтайын. Тым болмаса осы видеоның тарауына себеп болсаңыздар. Біз сіздерден көмек сұраймыз. Мә, Лаура, сен мамана ризамын ше. Біреуге көмектесіп, өз қызында жан ашып жүр. Сұлу да өзі сүйкімді қыз ғой. Құдай қаласа ақша жиналып, емделіп келсе екен деп күнде дұға қылам. Сен мынаны қараш, салған видеосы 1 сағатта 135 мың просмотр болған. Это же уровень. Күшті. Аида, маған қарызға ақша берші. Лаура, қайдағы ақша? Сен алдындағы қарызыңды әлі қайтармағаныңды білесің бе? Мен сені соны беруге шақырды ма десем, менде даже мына счетты жабатында ақша жоқ. Ақшаң жоқ болса, пошла нафиг тогда. Лаура! Лаура, тоқта! Да? Саламатсыз ба? Қарлығаш, менің есімім Алтынбек болады. Иә, тыңдап тұрмын. Мен Сұлудың видеоларын сіздер сбор басталғалы көріп жүрмін. Қолдан келгенше көмектесіп беріп жатырмыз. Бірақ бүгінгі видео жүрегіме ауыр тиді. Қазір Сұлудың жағдайы қалай? Құдайға шүкір, жақсы, бір қалыпты, қасында қазір. Қазір жиналған сомма қанша болып тұр, және дәріге қанша керек? Бізде жиналған сумма 6 миллион теңге. Дәрінің құны 12 миллион. Енді ол дәріні алу үшін бізге тағы да бір 6 миллион қажет. Қарлығаш, мен онда сізге сол дәрілердің ақшасын берейін. Біз отбасымызбен Алла разылығы үшін сол емделіп кетсе екен дейміз. Солды видеомен звондап көрсем болады ма? Иә. Қазір қосайын. Сәлем, Сұлу. Сәлематсыз ба? Мен сенің Алтынбек деген ағаң болам. Құдай қаласа сен жазылып, ойнап көріп жүресің. Уайымдама, иә? Иә, Алла қаласа. Ей, жаным сол Алла деген тіліңнен. Құдай қаласа, ота аман есен өткен соң, емімізге келгенде мен саған көп қуыршақ беремін. Әзірше анаңа қайтып тұрқан бере сал. Қарлығаш, мен сізге қазір 12 миллион теңге аударамын, Алла разылығы үшін. Сіз ана қалған ақшаны отаға жинай беріңіз. Жақсы. Көп рахмет, Алла разы болсын, Алтынбек мырза. Иә, әрине, мен беруші емеспін, беруші Алла ғой, бірақ сізден өтініш менің атымды атамай-ақ қойыңызшы. Қазір сізге ақшаны салам, дәріге заказ бере беріңіздер. Жақсы, рахмет көп. Алла разы болсын.
12 миллион Алтынбек. Айжан қайтайын. Алло, Айжан. Біз ақшаны таптық. Иә. Астанаға заказ бере берші. Аллаға шүкір, мен уайымдап отыр едім, жақсы. Айжан, бірақ әзірге бір пачкаға ғана бере тұршы. Неге? Олай болмайды ғой, мен ескертіп едім ғой, бірден 2 пачкасын алу керек деп. Енді мендегі ақша әзірге бір пачкаға ғана жетіп тұр. Екіншісіне ақша жиналғанша сол біріншісін іше тұрамыз ғой. Жарайды, бірақ ескертіп қойайын. Жақын арада 2 пачкасын тездетіп алыңыздар. Білем, я түсінем ғой. Жақсы. Көрдің бе, сұлу, Алланың өзі бізге көмектесіп жатыр.